Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Ортақ тақырып өнер, бөлімше, негізгі және туынды зат есім. Сабақтың мақсаты мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Сөйлемнен зат есімнің негізгі және туынды зат есім екендігін анықтау. Балалар зат есім, негізгі зат есім және туынды зат есім болып екіге бөлінеді. Негізгі түбірден болған зат есімді негізгі зат есім дейміз. Мысалы, көз, топ, кітап. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған зат есімді туынды зат есім дейміз. Мысалы, шеберхана, өнерпаз. Балалар, ережені ереже дәптерге жазып, жаттап алуды ұмытпаңдар. Ендеше, дәптерімізді ашып, бүгінгі күн атауын жазайық. 20 қаңтар. Каллиграфиялық сәтке Б әріпінің бас әріпін және кіші әріпін барлық талаптарға сай етіп жазып шығамыз. Жазып бітсек, балалар, оқулықтың 20 бетіндегі 28 жаттығуға назар аударайық. Бұл жаттығу мынандай дескриптор арқылы жасалады. Бірінші, мәтінді оқиды. Екінші, зат есімдерді табады. Үшінші, қайсысы негізгі, қайсысы туынды екенін қарандашпен төбесіне жазады. Көркем, сауатты жазады. Балалар, бұл тапсырма сендерге түсінікті деп ойлаймын. Ендеше, балалар, сабағымыздың соңына сабаққа кері байланыс беруді ұмытпайық. Леп белгісін жібергендерін, бәрі түсінікті дегендерін, сұрақ белгісін жібергендерін, әлде де сұрағым бар дегендерін. Балалар, келесі сабаққа дайындала қойыңдар.